сәлеметсіңдер ме? Бүгін 4-ші сыныптың 96-шы сабағын өтеміз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгінгі тақырып етістік, қоршаған ортаны қорғаймын. 56-шы жаттығу. Мәтінді оқып, бөліктерді өзара салыстыр. Бақбақ пен бақбақ. Әже, бақбақ деген бақа ма? Бақылдап тұрса бақа шығар, ал өсіп тұрса өсімдік шығар. Бақбақта бақылдай ма? Айналайын Мирасжан, сен бәрін де білгің келеді. Бақбақ деген өсімдіктің қандай болатынын мына кітаптан оқып берейін. Бақбақ тамыры жуан, шөпке ұқсас өсімдік, жапырақтары топталып өседі. Жапырақтары сопақша жіңішке, жалпақтау болуы мүмкін. Олардың шеттерінде ойықтары бар. Балпақтан сүт сияқты сөл шығып тұрады. Сары түсті гүлдерін балалар да үлкендер де жақсы біледі. Бақбақ сәуір айынан бастап күзге дейін гүлдейді. Гүлден ақ үлпек шығады. Бақбақ тау етегінде, өзен жағалауларында, орманды жерлерде, тұрғын үйлердің жанында, арықтардың жағасында өседі. Мен оқимын, ойлаймын, ойнаймын кітабынан алынған екен. Мәтіннің қай бөлігі ғылыми танымдық мәтін, ал қай бөлігі көркем мәтін? Бізде мәтін екі бөлікке бөлініп тұр. Бірінші бөлік әже бақбақ деген бақама деген жерден бастап, яғни мына кітапты оқып берейін деген жермен бітеді, ал екіншісі бақбақ деген жерден басталады. Бірінші бөлік, яғни бізде көркем мәтін. Неге? Себебі диалог, яғни әңгіме, болмаса бір мәтін, бейнелеу түріндегі бір әңгіме ретінде айтылып тұр. Сондықтан ол көркем мәтін болады. Ал екінші бөлігінде ол кітаптан бақбақтың қандай өсімдік екенін оқып беріп жатыр. Яғни бұл ғылыми танымдық мәтін. Яғни ғылыми маңызы бар деректер ғана айтылған. Сондықтан ғылыми танымдық мәтін болады. Келесі тақырып. Ребусты шешуіндегі сөз туралы не білетініңді айт дейді. Суретке мән беріп қараймыз. Біріншіде етік, екіншіде сәбіз, үшіншіде үтік тұр. Енді тырнақшалар қойылған жерлердегі сөзді алып тастаймыз. Сонда бізде алғашқысында еті, яғни кан алып тастаймыз. Екіншісінде с әрпі, яғни біз деген басқа бөлігін алып тастаймыз. Үшіншісінде үн алып тастап, тік деген қалады. Жалпы етістік сөзі шығады. Етістік сендердің естеріңде бар ма? Етістік дегеніміз, яғни заттың қимылын сипаттайтын сөз. Табы етістік деп аталады. Қазақ тіліндегі сөз топтарының ішіндегі ең күрделі және қарымы ең кең грамматикалық категория. Етістіктің дара, негізгі, күрделі, туынды сияқты түрлері болады екен. Жұмбақты оқып, жатқа жаз. 61-ші жаттығу. Көктен мен жазда басына сары қалпақ киеді, күзге қарай қалпағы қалқып ұшып кетеді. Етістіктердің астынсыз дара немесе күрделі екенін айт. Біріншіден бұл жерде жұмбақтың жауабы бақбақ жайлы болып жатыр, яғни қызыл, сары және де ақ қалпақ киеді деп жатыр. Ал етістіктер киеді және де қалқып ұшып кетеді деген екі етістік бар. Бұл жерде дара етістік бізде киеді, ал күрделі қалқып ұшып кетеді деген себебі үш сөздің басын қосып күрделі етістікті құрап тұр. Түсінікті болса, келесі жаттығу. Туынды етістіктерді теріп жаз. Оқы, жырла, жүрді, жүзді, көрген, ақылдас, биле, ойла, сезді, ұсақта, болды, керілме, тұзда. Неліктен туынды етістік екенін дәлелде. Туынды етістіктерді қатыстырып сөйлемдер құрап айт. Дәлелдеу үлгісін көрсетіп қойған, яғни ақта деген сөз туынды етістік, өйткені оның түбірі ақ, сөзі сын есімнен шыққан, оған таж жұрнағы жалғанғанда қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Бір ескере кететініміз, яғни бұл жерде біраз сөздер, барлық сөздер жалпы түбірі бөлек және де оған жұрнақ жазылған сөздер. Туынды етістіктердің түбірі, яғни ешқандай іс-қимылды білдірмеу керек, яғни сын есімнен, зат есімнен солай пайда болатын сөздер. Осыны ескере отырып, біздегі туынды етістіктер жырла, ақылдас, биле, ойла, ұсақта, тұз, оқы. Яғни бұлардың түбірі зат есіммен, сын есімнен құралып тұр. Мысалы, бірінші сөзді дәлелдейік. Жырла сөзі түбірі зат есім жыр деген сөз, ол жай ғана не деген сұраққа жауап береді. Ешқандай іс-қимылды білдіріп тұрған жоқ. Оған ла қосылып, іс-қимылды білдіріп тұр. Осы секілді туынды зат есім пайда болар кезде оның түбірі ешқандай іс-қимылды білдірмеу керек. Сондай сөздер туынды сөздер болады. 63-ші жаттығу. Тыйым сөздерді оқып, жатқа жаз. Көкті жұлма, суға түкірме, күлді баспа, құстың ұясын бұзба, балапан шығарған құсты атпа. Етістіктерді табамыз. Мұнда етістіктердің қалай аталатынын есіне түсіреміз.
Әрине, бұл жердегі етістіктер жұлма, түкірме, баспа, бұзба, атпа деген сөздері. Ал бұл етістіктер қандай етістіктер? Бұлар болымсыз етістіктер деп аталады. Болымсыз етістік дегеніміз жүзеге іске аспаған әрекеттерді айтамыз. Ал болымды етістіктер осылардың түбірі болып, мысалы жұл деп тұр. Бұл яғни болатын нәрсе. Жұлма десе болмайтын нәрсе, түкір десе болатын нәрсе, түкірме десе болмайтын. Сондықтан бұлар болымсыз етістіктер. 64-ші жаттығу: сызбаға қарап етістік туралы білетініңді жинақта. Етістік яғни мағынасы, сұрақтары, дара, күрделі, болымды, болымсыз, негізгі, туынды. Осы сөздерді пайдаланып, біз етістіктің мағынасын толықтай ережесін қазір құрастыратын боламыз. Етістік дегеніміз заттың, іс-әрекеттің қимылын білдіретін сөз табы. Сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты, қайтып деген сұрақтарға жауап береді. Құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Мағынасына қарай болымды, болымсыз болып бөлінеді. Ал тұлғасына қарай негізгі және де туынды болып бөлінеді екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп-көп рахмет. Сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар.